Ассалаумағалейкум барша болсүйер қауым. Сіздермен футзалдан Абай облысының бірінші кубогы, топтық кезең және де статус телеком командаларының ойынын тамашалайтын боласыздар. Бұл 40 минут барысында және де доп аутқа кетті. Допты ойынға телеком командасы қосады. Телеком және де статус телеком жабық түсті көк жейдеде ойнады және де статус командасы фиолет түсті жейдеде ойын көрсетуде. Доп аутқа кетті. Доп телеком командасында оң жаққа қарай пас. Доп телеком командасында. Телеком. Әзірше достар, ойынның 3-ші минуты артта қалды. Екі командада сондай айтарлықтай басымдық жоқ. Тамаша соққы. Және де телеком командасының қақпашысы бұл соққыны қайтара білді.
жалғасуда. Тура қақпашыға бағытталған соққы. Бақтаған соққы, тағы да бір қауіпті соққыны қақпаның сол жақ бағанасын құтқарып қалды. Бұл жерде доп. Тамаша пас және де соққы бағыттайтын мүмкіндік. Бұл жерде қақпа бұл соққыны қайтарды, тағы да бір соққыны қақпашы қайтарды. Қақпашы допты ойынға қосады. Статус командасында ортаға пас. Телеком. Статус командасынан аутқа кетті. Есеп 0-0. Ойын жалғасуда. Статуста ортаға қарай пас. Статус команда шабуыл ортаға қарай ойысты және де пас. Бұл жерде ойыншының соққысы. Тағы да бір соққы мүмкіндігі. Достар, ойынның 10 минуты өтуде және де есеп әлі де 0-0. Басымдық екі команда
Жаңа ғана достар төреші ойын киімі дұрыс емес деп алаңнан шығарып жіберген ойыншы ойын киімі дұрыстап ойынға оралды да гол салып ойынның есебін ашты. Тамаша. Бұл жерде допқа талас. Артқа қарай. Қақпашымен ойнады. Солға қарай қақпашының пасы және де доп Телеком командасында. Ал тамаша. Соққа бірақ қақпашыны алдап кете алмады, немесе тура топ соққы бағыттай алмады. Ойын жалғасуда қақпашы тамаша сейф. Бақталған соқма жоқ бұл. Пас болған болатын, және де тамаша пасты ойын Стас командасын ойыншысы жіберіп алды. Тамаша пас диагональды және де және де доп әзірше Телеком командасында. Ауызға соққы бағыттап көрді. есеп 1-0.
жалғыз ғана голдың авторы 12-ші нөмірлі Телеком командасының ойыншысы. Бұл жерде Телекомда доп. Телеком шабуылын бастауда, солға қарай пас, оңға қарай пас. Телекомда енді статуста ауысты қайтадан допты тамаша қағып алды және де бағытталған. Ортаға, оңға қарай пас қайтарды. Достар, ойынның 18-ші минуты өтуде. Есеп 1-0 кездесіп отырған статус және де Телеком командалары. Статус командасында қақпашы допты ойынға қосады. Жерде соққыны қақпашы қайтарды, бірақ қолын ұстауда. Ақырғы минут өтуде ойынның бірінші жартысы. Және де ойынның бірінші жартысының 10 минуттай статус командасы допты көп иеленуде, бірақ соған қарамастан есеп Телеком командасының пайдасында. Бұл жерде ойын тәртібі
болатын шығар. Өйткені уақыт бітті, аяқталды. Ойынның бірінші жартысы аяқталды, достар. Ойын жалғасуда, достар. Тамаша бірге-бір қақпашымен кездесті, және де қақпашының тамаша сейві. Кетті, бірақ алаңда қалды. Енді доп Телекомда жіберіп алды допты. Сатыс шабуылы. Бұл жерде қақпашы соққы бағыттап көрді. Допқа талас. Кет, тұтым. Телеком. Әзірше статус командасы бірінші нөмірді болып өнер көрсетуде, бірақ шабуылдары өз аяғына жете алмауда.
достар, 26 минуты өтуде, және де әлі де бірақ голдың бұл ойында бірақ голдың анық көрді. Бірақ голдың куәгері болып отырмыз. Сондықтан ойын бір голмен ғана шектелмейді деп үміттенеміз. Dostlar, oyun tartibi bozulgan болады, және де соққыны статус ойыншысы бағыттайтын қорғаушыдан тайм-аут, достар. Достар, ойын жалғасуда. Және де кезекті шабуылы соққы жасайды мүмкінді. Дәлдік жетіспеді ойыншыға. Ойынның достар 30-ші минут өтуде. Тайм-аут. Отворот.
баспады және де ортадан өткен. Тамаша пас өтуде, бірақ топ статус командасында қалды. 7. Бұрыштама. Көп мүмкіндік статус командасында өтуде, бірақ соңында мүмкіндіктерді пайдалана алмауда жақсылап. Ал Телеком командасы жақсы қорғаныста. Қорғаныста жақсы өнер көрсетуде. Қарта шабуыл, пас. Казбек. Свет включи. На вас устал. Какая звонит, понятно? Сол жаққа қарай пас. Соққы жасай, жоқ, тамаша, мүмкіндік бұл жерде. Телеком ойыншысы жіберіп алды, ортаға қарай пас, және де шабуыл. Соққы жасайтын мүмкіндікті тағы да жіберді. Бұл жерде доп аутқа кетті. Шабуыл, достар. Оңға қарай пас. Тамаша жарық қосылды, және де бізді жарықпен бірге гол да соғыламан деп қарап тұрмыз. Бізге енді көрермен ретінде голдар керек. Қарта шабуыл. 2-0, достар. Мүмкіндік бұл жерде соққы жасайтын.
деп айтсақ болады. Телеком қақпашысы тамаша ойын көрсетуде. Соңғы минуттар өтуде. 1,5-1 минут арасында. Тамаша сейв. Ұштама. Орында жоқ бұл жерде. Топ Телекомда. Жатырысқанмен гол ойында Статус командасы голы соға алмады. Ал Телеком командасы болса өзінің бірінші 3 ұпайын алады. Тамаша мүмкіндікті қолдана білді. Достар, ойын аяқталды. Және де бұл ойында 2-0 есебімен Телеком командасы жеңіске жетті.